Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Қазақстан Шымкент телеарнасында жаңа жоба «Дін және дәстүр». Бүгінгі тақырыбымыз ораза айт шүкіршілік мерекесі. Осы тақырыпта кеңінен толықтырып тұшымды насихаттап беру үшін халқымызға, студиямызға қос бірдей қонағымызды шақырып отырмыз. Осы қонақтармен таныс болайық. Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі саясат және дін істер басқармасы әлеуметтік бастамалар орталығының бөлім маманы Дәлелхан Қоңырбайұлы және Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Оңтүстік Қазақстан облысы Абдулхамид Қаттани мешітінің ұстазы Данабек Әліпбайұлы. Қош келдіңіздер. Осы қазіргі 12 айдың сұлтаны болып жатқан қасиетті Рамазан айы. Осы қасиетті Рамазан айының ішінде Қадір түні бар. Яғни бүгінгі күні 13-нен 14-не қараған түн Қадір түні. Құрметті, бірінші сұрағымды осы ұстаз Данабек ұстазға қойғым келіп отыр. Құрметті Данабек ұстаз, бүгінгі Қадір түні, жалпы ислам шариғатында Қадір деген сөздің мағынасы, Ләйләтул Қадір түнінің мағынасы, және оны қалай қарсы алу керек? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Барша мақтаулар Аллах Тағалаға болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Тағаланың мархаметімен сәлем болсын. Аллах Тағала қасиетті Құран кәрімде бұл Ләйләтул Қадір кешесі, яғни бұл Қадір кешесі жөнінде былай деп сөздеп жатыр. Инна анзалнаху фи ләйләтул қадр ва ма адрака ма ләйләтул қадр. Ва ма адрака ма ләйләтул қадр ва ләйләтул қадр хайр мин альфи шахр деді. Яғни Аллах Тағала айтып жатыр, біз қасиетті Құран кәрімді аспан әлемінен, яғни Байтул Иззадан аспан әлеміне түсірдік деді. Яғни бұл 30 пара Құранды Аллах Тағала жалпы түсіргендігін аспан әлеміне, сол аспан әлемінен пайғамбарымызға 23 жылда түсіріп кеткендігі. Одан кейін екінші аятта Аллах Тағала айтып отыр тәпсірінде, ол Ләйләтул Қадір кешесі, бұл Қадір кешесі деген ол не деп сұрақ қойды. Сөйтті де оның жауабын өзі айтты. Ләйләтул Қадр хайр мин альфи шахр деді. Бұл Қадір кешесі 1000 айдан артық деді Аллах Тағала. Енді бұның тарихына үңілетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Бәни Исраил қауымында өткен бір адамның өмір тарихын не қылған кезде, естіген кезде пайғамбарымыз таң қалды. Яғни ол кісі 1000 ай бойы не қылған, жаңағыдай соғыс құралдарын асылып, Алла жолына соғысып, тек қана соғыспен өткен адам екендігін. Яғни олар ұзақ өмір сүргендігін пайғамбарымыз көріп таң қалған кезде, неткен үлкен сауапқа кенелген адам екен деген кезде, Аллах Тағала осы Қадір сүресін түсірді. Яғни осы біздің пайғамбарымыздың үмметтері, яғни біздер аз уақыт қана өмір сүретінбіз, яғни олар секілді ұзақ өмір сүрмесек те, мысалы Нұх пайғамбардың кезінде білесіздер, 950 жыл Нұх пайғамбар уағыздағандығын, ал неше жасында пайғамбарлық келгендігі ол белгісіз. Сондықтан олар ұзақ өмір сүріп, көп ғибадат етіп, көп сауап алғандықтан пайғамбарымыз не қылды, өкінген еді, осы менің үмметім аз өмір сүреді, аз сауап алып қалады екен деп. Осы сол Аллах Тағала сол себептен де осы Қадір кешесін берді. Оны 1000 айдан артық деп келді Құран кәрімде. Яғни ол сол Бәни Исраил қауымындағы ұзақ өмір сүріп 1000 ай бойы Алла жолында соғысып өткен адамның жасаған ғибадатынан бізге осы Аллах Тағала беріп жатқан Қадір түні, біз осы бір түнді ұйықтамастан ғибадат өткізетін болсақ, ол Аллах Тағала оның істеген 1000 ай ғибадатынан артық деп жатыр. Осы жерде Данабек ұстаз бір сұрақ ойылып жатыр. Жалпы кейбір кісілер сұрақ қояды, осы Қыдыр ата, Рамазан айында Қыдыр ата келетін түн қайсысы деп шатасып жатады. Жалпы осы Қыдыр ата келетін түн бе, әлде бұл түннің атауы бөлек пе? Жалпы бұл жөніне келетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірнеше хадистері келді. Білесіздер, алғашында пайғамбарымыз қай күн екенін айтқысы келіп жатқан кезде, екі сахабаның, яғни араздасып жатқанын көріп екеуін ажыратқан кезде пайғамбарымыз ұмытып қалған еді. Яғни Аллахтың қалауымен болды ол нәрседе, яғни мұсылмандардың араздасуға болмайтындығы жөнінде. Кейіннен пайғамбарымыз бірнеше хадистер айтқан еді. Рамазан айының тақ күндерінде іздеңдер деген еді. Яғни 30 күн болса 15 күн бойы ұйықтамау керек болатын еді. Одан кейінгі хадисінде соңғы 10 күндіктен іздеңдер деді. Яғни 10 күн бойы соңғы 10 күндігін. Ал одан кейінгі хадисі келді, соңғы 10 күндіктің тақ күндерінде іздеңдер деді. Одан кейін сахих хадисте, яғни имам Бұхари мен Муслимнен келген хадисте пайғамбарымыз сахабаларға келіп былай деп айтты: "Мен сендердің түстеріңнің бір жерден шығып жатқандығын көріп тұрмын" деді. Яғни бүкіл сахабалар түс көрген еді, олардың барлықтарының түстері не қылған еді, соңғы 10 күндіктің 7-ші күніне тоқталған еді. Пайғамбарымыз айтты, сендер Қадір түнін осы соңғы 10 күндіктің 7-ші күнінде күтіңдер деген еді. Себебі бүкіл сахабалардың да түстері сол жерден келген еді. Яғни Аллах Тағала өзі
оларға білдірген еді сахабаларға. Яғни бұл жерде ләйләтул қадыр дегеннің қазақша сөздік мағынасы қандай сонда? Ләйләтул қадыр деп атқанымыз, яғни құрметті кеш. Аллах Тағала ол құрмет, Құран кәрімде келтіргенде ол нәрсені, яғни олардың жасаған 1000 айлық ғибадатынан біздің осы құрметті кеште, яғни біз Аллахқа ғибадат өткізген кешіміз, яғни құрметті кеш деп атқанымыз, олардың 1000 айлық ғибадаттан артық деп жатыр. Яғни бұл ләйләтул қадыр түні қадірлі түн деген мағынаға шығады ғой. Алла риза болсын сізге. Келесі сұрағымды мен жаңағы сұрағыңызда және бір нәрсе қалды ғой ішінде, Қыдыр ата жөнінде. Құран кәрімде ол жөнінде келген. Араб тілінде мысалы Қыдыр ата деп атқанымыз ол Хидр деп келеді. Яғни Хидрді біз Қыдыр ата деп аударылдық қазақ тіліне. Яғни ол кісі кейбіреулер жаңағыдай не қылады, түндерде терезесіне қарап отырады, шырақ жақып қойып атады, Қыдыр ата келеді деген секілді күтіп атады да қадір кешесін. Жоқ, бұл Қыдыр атаның келуі шарт емес. Ол Қыдыр ата келеді деген ол дұрыс емес сенім. Ол жоқ, сіз Қыдыр ата емес, яғни Аллах Тағалаға құлшылықпен өткізуіңіз бұл түндегі мақсаты осы. Яғни намаз оқуыңыз, зікір етіңіз, Аллах Тағаланы тәсбih аударуыңыз, мысалы сол секілді Құран оқуыңыз секілді осы ғибадатпен өткізуіңіз. Ал Қыдыр атаны ғана күтуіңіз ол дұрыс емес нәрсе. Түсінікті, Алла риза болсын. Келесі сұрақ Дәлелхан Қоңырбайұлы сізге қойылған келіп отыр. Жалпы осы 1-2 жыл бұрын осы облыстық ішкі саясат және дін істері басқармасы, немесе әлеуметтік бастамалар деп бұл барлығы бөлек-бөлек мекеме, бөлек-бөлек атауы болып қызмет жасады ғой. Қазіргі уақытта облыстық ішкі саясат және дін істері басқармасы әлеуметтік бастамалар орталығы деп бірігіп аталуы бір қызметке бір тоғысып отыр. Осы қызметтің кезіндегі аталуымен қазіргі бірігіп жұмыс жасап жатқанның оның қандай несі бар? Рахмет. Құрметті телекөрермендер, алдыменен мына бүгінгі кеш болатын қадір түні мерекесімен бір құттықтап өтейін. Келе жатқан мынау Рамазан айт мерекесіне де байланысты Құда қаласа еліміздің жолы әрқашан ашық болып, қоғамымызда тыныштық, бірлік, ынтымақ бірге болсын деп тілейміз. Енді мына сұраққа келетін болсам, қазір ғана имам бауырымыз айтып өтті, қадір түніне байланысты. Оған қоса аятты да айтып өтті. Бұл жердегі маңыздысы Құран қадір түніне түсуіне байланысты ең бірінші Алиқ сүресінің Иқра аяты түскеннен кейін білімге, ілімге баса назар аударып отыр. Сондықтан сұрағыңызға байланысты қазір еліміз әрине тәуелсіз болды. Дінге қатысты кейбір мәселелер орын алды. Проблема ол дінде емес, проблема ол қоғамда. Діни сауатсыздықтың салдарынан біршама қиын жағдайларға тап болған жағдайларымыз болды. Неше түрлі ұйымдардың жұмыс атқарғаны елімізде ол белгілі, тыйым салғандарды болды. Міне соның нәтижесінде 2011 жылы әлеуметтік бастамалық орталығы ашылған болатын. Бұл да ішкі саясат, ол кезде Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі саясат басқармасына қарасты. Кейін білесіздер, дін істер басқармасы құрылған болатын. 2014-те әлеуметтік бастамалық орталығы мемлекет коммуналдық мекемесі дін істер басқармасына қарасты қайта құрылды. Енді қазір проблема көріп отырмыз. Ішкі саясат пен дін істер басқармасының атқаратын жұмыстары параллель. Яғни біз қоғамның ішінде жұмыс жүргіземіз. Яғни діни тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін әрдайым біз қоғаммен, халықпен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасаймыз. Сондықтан биыл ішкі саясат және дін істері басқармасы болып қосылып, бірігіп, соның ішінде әлеуметтік бастамалық орталығы болып құрылды. Бұл орталықта 4 бөлім жұмыс жасайды. Мониторинг бөлімі талдау, ақпарат насихаттау бөлімі, оңалту жұмыстарын ұйымдастыру бөлімі, одан кейін әдістемелік қамтамасыз ету бөлімі. Бұл жердегі мақсат халықтың діни сауатын арттыру. Талдау мониторинг бөлімі бірінші жалпы картасын шығарып береді. Ақпарат насихаттау әрбір облыс көлемінде әрбір буын өкілдеріне діни тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында кездесу шараларына қатысады. Оңалту жұмыстарын ұйымдастыру бөлімі дін мәселесін толыққан түсінбеген азаматтарға солар көмек ретінде немесе ата-аналарының бізде сенім телефонда орнатылған, сол сенім телефонына хабарласу арқылы ата-аналарына, олардың бала-шағаларына, туысқандарына жәрдем беру, яғни жекелей кездесу шараларын өткіземіз.
осы жерде бір сұрақ қойылып отыр. Кейбір кісілер мешітке бара алмайды, бірақ қазірге қарап отырсам әлеуметтік бастамалар орталығында шығыстанушы дін маманындағы теологтар өте білікті, тәжірибелі теологтар барын байқалады. Кейбір кісілер мысалы діннен зардап шеккен жағдайда, мысалы семьясындағы әкесі немесе шешесі, баласы немесе қызы сондай бір дәстүрсіз бағыттағы дінге кіріп кеткендер сіздермен хабарласып, солармен оңалту жұмысын жасауға әбден болады ғой, Болады. Енді айтып отырмыз, бізде сенім телефоны арқылы келеді, немесе тікелей азаматтардың өздері сұрақ қою мақсатымен келеді. Оған қоса өзіміздің орталықта бекітілген іс-шараларымыз бар. Сол бекітілген іс-шаралардың негізінде бүкіл облыс көлемінде әрбір ауданда жеке кездесу шаралары ұйымдастырылады. Алла риза болсын. Келесі сұрақты мен Данабек Әліпбайұлы ұстазға қойғым келіп отыр. Осы сұрақ жиі қойылып жатыр. Қадір түні, қадір кеші күні, кеш батқаннан таң атқанша ұйықтамай өткізсең болды деген ұғым қабылдасқан. Бірақ ұйықтамай өткізудің әрбір өзінің шарттары бар, өзіңізге белгілі. Кейбіреулер құлшылықпен өткізеді, кейбіреулер теледидардың алдында отырып өткізеді, немесе біреулер әңгіме айтып босқа күн өткізеді. Осы мәселеде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қандай хадистері бар? Қадір түнін қалай өткізу керек жайлы? Мысалы, пайғамбарымыздың бір хадисінде келеді. Кейбір адамдардың оразасы тек қана аштықпенен шөлдеумен ғана болады деді. Ол сауап ала алмайды деді. Себебі олар басқа өзін күнә істерін тыймаған адамдар. Тек қана аштықпен ғана өтіп, бірақ көзін, қолын тыймастан, тілін тыймастан мысалы күнә істей бергендер. Олардың тек аштығы ғана деді пайғамбарымыз. Одан сауап жоқтығы. Сол секілді бұл қадір түнінде кейбір болады ол нәрсе, кейбір бауырларымыз да бар. Кино көруменен немесе сондай бір нәрсемен айналысуменен өткізгісі келіп жатады. Оның мақсаты жалпы ұйықтамай өткізу емес одағы. Яғни оның мақсатын білуіміз керек. Мақсаты ол Аллахқа құлшылық қылып өту. Ол таң атқанша, кеш батқаннан таң атқанға дейін Аллахқа құлшылық қылу деген мәселе. Ал жалпы кино көріп немесе сондай бір болмашы нәрселермен айналысып, әйтеуір ұйықтамасам болды деген нәрсе бұл жерде жоқ. Жаңағы ораза ұстап, сауаптан құр қалып қалған адам секілді, ол да ұйықтап, тек қана оның ұйқысыздығы ғана қалады. Сауап болмайды онда. Сондықтан бұл жердегі мақсаты ғибадатпен өткізу. Яғни бұл жерде ұйқысыз өткізу шарт емес, құлшылықпен өткізу шарт болып саналады ғой. Құрметті Дәлелхан Қоңырбайұлы, жаңа сіз сөз барысыңызда жақсы өте айттыңыз, осы Ләйләтул Қадр түнінде Құран түсіп бастаған деп. Осы Құран түсіп бастағанда былтыр есімде сіздердің әлеуметтік бастамалар орталығының кәдімгі есімен, тапсырысымен біз Құранды білеміз бе деген өте тамаша бейне сюжеттер ойлап шығарылды. Осы қазіргі сол әрмен қарай өз жалғасын тауып жатыр ма? Жақсы. Енді алдында айттым, қазіргі елімізде болып жатқан нәрсе ол білімсіздік проблемасы. Біздің қоғам бұл идеяны бастаған, біз Құранды білеміз бе жобасын бастаған облыс әкімі болатын, ортаға тастаған. Яғни қоғам қаншалықты діннен хабардар, қаншалықты жаңағыда ақ пен қараны ажырата алатындай деңгейде, Құранды қаншалықты біледі қоғам. Яғни біз не тек жаназа намаздарында, немесе арнайы біреуге дастархан жайып Құран бағыштау кезінде ғана ол еске түсірілетін мәселе. Ал шын мәнінде Құранның ішінде не жазылған? Біз осыны халыққа, қоғамға жеткізу мақсатында арнайы біз Құранды білеміз бе жобасы дайындалды. Ол да жасалды, халықтың көрерменіне ұсынылды. Яғни 40 тақырып бекітілді. Оған 40 тақырыптың ішінде ата-анаға байланысты не мәселелер айтылады, сауда-саттыққа байланысты не мәселелер айтылады, анау жастарға байланысты не айтылады, басқа да туыс қарым-қатынасқа байланысты не айтылады. Міне осыларды халыққа ашып беру үшін осы бағдарламалар 40 фильм түсірілді. Енді биылғы таңда, бұл өткен жылы бұл 40 нені Қазақстан Шымкент телеарнасына көрсетілді. Биыл қайтадан өңделіп жатыр. Құда қаласа өңделіп болғаннан кейін мыңдап данамен дискілерге шығарылады. Бұны әрбір мектеп оқушысынан бастап қартайған жастағы буын өкілдеріне дейін бұл бағдарлама толығымен көрсетіледі. Халыққа тегін таратылады. Тегін де таратылады. Алла риза болсын. Яғни Абайдың сөзінде Құран сөзі шайтанның тақпағы емес, адасқан ғалымдардың шатпағы емес, Құран оқып мәнісіне түсінбеген екі дүние бақытын тапқан емес деген кеш қой. Алла риза болсын деген келеді. Осы ораза да уақыты өтіп бүгінгі Қадір түні біткеннен кейін бірнеше күндерден кейін Алла қаласа алдымызда
17 шілде күні қасиетті жұма күні таңертең сағат 7-де айт намазы оқылады. Айт намазы да уақыты да өте жақын қалды. Осы айт намазы жөнінде сөздік мағынасында, құрметті Данабек ұстаз, айт сөзінің мағынасы және ол айтты не үшін пайғамбарымыз құрбан айт пен ораза айтты мерекелеп берді? Керемет сұрақ қойдыңыз. Бұл айт сөзі, яғни араб тіліндегі сөз. Яғни арабтар ол сөздің ағымына қарай, яғни сияқыл кәлам дейді арабтар, сөз ағымына қарай бірнеше мағынаны білдіреді бұл айт сөзі. Мысалы, айдл адха, айдл фитр дейді. Яғни айдл адха десе, ол осы құрбан айт мейрамы айтылады. Айдл фитр дегені осы ораза айт. Енді ол былай да айтуы мүмкін, айдл зиваж дейді. Яғни үйлену, той деген мәселе. Мағынасы қарай кете береді. Яғни бұлардың барлығы қуаныш, мереке мағынасына келеді. Айт деп атқанымыз осы. Ал енді мына құрбан айтымыз келеді. Осы ораза айтымыз екеуінің айырмашылықтары бар бұл жерде. Мысалы, кейбір мәселелер құрбан айтта ол іштеңе жемей шығып үйінен айт намазды оқып, қайта келіп өзінің құрбандығынан дәм тигені жақсы болатын болса, ал бұл ораза айтта не қылады? Ол үйінен бір тәтті нәрсе жеп шыққаны жақсы. Яғни сүннет амалдардан болып саналады. Яғни пайғамбарымыз ораза айтта шыққанда бір-екі құрма жемей үйінен шықпас еді. Бұл жерде бірнеше сүннет амалдар бар. Жалпы бірінші кімге бұл уәжіп болады дейді. Мысалы, айт намазы кімге уәжіп? 3 шарт бар еді. Мысалы, намаз кімге уәжіп болатын болса, кімге фарыз болса, ол шарттар соның бойында да бар. Мысалы, бірінші мұсылман болу керек. Екіншіден оның ақыл есі, яғни толған адам болу керек. Одан кейін кәмілетті адам болу керек. Осы 3 шарт табылатын болса, ол адамға осы айт намазы оқу уәжіп болады. Және жұма намазға баратын кездегі сүннет амалдар, ол адамға да сүннет амалдар болып саналады. Яғни ол жуып тазаланып, жақсы киімдерін киіп, егер әтір иістері болса, оны сеуіп, сонда жақсы көріністе баруы ол сүннет амалдарынан бұл айт намазынан. Жалпы осы жерде бір сұрақ түсіп отыр. Осы айт намазын, яғни ораза айт күндері кейбір жеңгелеріміз айтады, ол күні үй жинауға болмайды, кір жууға болмайды, немесе шомылуға болмайды деп айтады. Шынымен сондай ма? Әлде айт күндері жуынып, дәрет алып, үй тазалап, кір жуса бола ма? Негізінен айт деп атқанымыз енді жалпы айттық қой, бұл бір қуанышты күн, бір Аллах Тағала бізге берген сыйы соншалықты 29-30 күн аш жүргеннен кейінгі Аллах Тағаланың бізге берген жеңілдігі, бұл айт, сондықтан бұл қуанышты күн еді. Негізінен жалпы біз бір қуанышты нәрсеге алдын ала дайындалуымыз керек еді. Ол жеңгелеріміз алдын ала кірлерін жуып, үйін бәрін тазалап, ол айтқа дейін таза қылып қою керек еді. Ал енді оның бәрін айт күніне қалдырып, айт бір демалыс қой деген секілді бір кір жуып тастайын деген нәрсесі ол дұрыс емес. Жалпы ол күнге бүкіл жұмысты қалдырып қоюға да болмайды. Себебі ол қуаныш, бір-бірін адамдар құттықтап, не қылу керек, сый сияпаттарын беріп деген секілді бала шағасын дастархан. Оның бәрі дайын болу керек еді айт күні мысалы. Ол алдын ала дайындалу керек нәрсе. Алла разы болсын. Осы Дарихан Қоңырбайұлы, жалпы біздің Қазақстан мемлекеті көп ұлттық, көп дінді конфессиялық мемлекет. Яғни біздің Қазақстан мемлекеті ислам мемлекеті емес, зайырлы демократиялық мемлекет. Осы кейбір жастарға айтатын, өз деңгейіңізде ағалық, яғни теолог білімді есебінде айтатын қандай ақылыңыз бар? Мысалы, кейбір жігіттер өзіміздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ішіндегі кітаптарды, шыққан кітаптарды, бекітілген кітаптарды, немесе Қазақстан мемлекетінің ішіндегі аумақтағы шет елден оқып келген мықты білімді теолог мамандарынан білім алмай, керісінше Қазақстандағы кейбір мәселелерге бола шет мемлекеттерден сұрақ жауап интернеттен алып жатады. Осыларға қандай бір ақыл айтар едіңіз? Енді мынау Рамазан айының құрметіне байланысты қазір әдемі сұрақ қойдыңыз сіз. Онда проблемалар жоқ емес, бар. Енді мына бір кіріспен адам бастап кетейін қазір. Рамазан айы біздерге мен мұсылманмын деп жүрген азаматтар мынандай нәрселер сезіндіру керек. Бір, жауапкершілікті сезіндіру керек. Екі, мынау сабырлық мәселесін түсіну керек. Үш, нығметтердің қадірін сезіндіру керек. Төрт, діни денсаулыққа байланысты қалыпты бір жұмыс істеуіне жағдай ортаны дайындау керек. Бес, бұл мейірімдік, туысқандық, жаңағыдай қошкөрлік сезімдер туындау керек. Осы жалпы бір айда алатын, осы мәселе адам бойына алатын болса, бұл адам саналы мұсылмандық деңгейге жету керек, яғни шынайы. Ол қалай болады? Бір, білім мәселесін, ең бірінші кезекте білім мәселесін қолға алу. Енді мен Қазақстан Республикасында өмір сүріп жатқан бір азаматпын. Мен мұсылманмын. Мұсылман болғаннан кейін
мен бір нәрсеге негіздеуім керек, дұрыс жүруім керек, амал етуім керек. Енді бізде Қазақстан Республикасына қара шаңырақ бекітілген Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жұмыс жасайды, ресми. Демек, мен сол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының несіне қарай негіздеймін өзімді, құлшылық амалдарында. Ол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жарғысында, тұғырнамасында қандай мәселелер көрсетіледі, мен соның шеңберінде ғана жүремін. Егер мен православ болатын болсам, бізде діни бірлестік тіркелген православ, сол православ тұғырнама жарғысына сай амал етеді сен білдірушілер. Сондықтан қазіргі заманда әрине проблемалар көп емес, проблема жоқ емес бар. Ең оңай жолы, әсіресе халыққа қолдарыңызда қандайды бір ислами, діни бір әдебиет қолыңызға түскен кезде, бұл оқуға бола ма, болмай ма деген сұраққа жауап аласыз. Қолыңызда бір кітап, бірінші бетін ашасыз, бірінші бетін ашқаннан кейін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сараптама комиссиясынан мақұлданған дейтін рұқсат етілген қағаз болады, немесе дін істері комитетінің комиссиясы сараптама неден өткен дейтін рұқсат қағаз болады. Сол рұқсат қағаз болған жағдайда біз сол кітапты әр өзіміз, әр бала-шағамызға оқытамыз. Екінші, уағыз мәселесіне байланысты. Қазір мынау ақпараттық дамыған тұс, интернет желісі, әлеуметтік желі, уағыз секіріп жатады. Соткілерге, ұялы телефондарға да. Енді мәселен, маған соткіге ұялы телефон арқылы WhatsApp-пен біреу уағыз жіберді. Енді мен қазір бұны қалай білем, дұрыс, бұрыстығын. Ең оңай жол бұл да қазір сылтау іздейтін заман емес, ақпарат дамыған, интернетке кіреміз, сайтқа кіреміз, қандай Қаттани KZ сайты мынау сіздердің ресми, Муфтият сайт, Муслим KZ сайт, Ислам, Азан KZ сайтқа кіргеннен кейін бізде мысалы пәленшенің уағызы аты жөнін бәрі белгілі. Сол сайтқа Муфтият сайтқа кіргеннен кейін ол жерде тізім бәрі көрсетіліп тұр. Яғни Қазақстан Республикасы аумағында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының уағыз айтуға рұқсат етілген ғалымдар, имамдар. Ақпарат насихат топ жұмыс істейді бізде республика көлемінде. Көресіз жаңа сол тізім аты тыңдаған сол муфтияттың бекіткен ғалымдардың, имамдардың қатарында бар ма, жоқ па? Жоқ болса кешіресіз, бар болса тыңдайсыз. Өте тамаша, өте тамаша. Алла риза болсын. Құрметті Данабек Әліпбайұлы, осы уақыт мәреседе жақындап келе жатыр. Соңғы сұрақ. Айт намазына адам қалай дайындалып барып, қалай қайту керек? Бұл жөнінде пайғамбарымыздың сүннет амалдары да бар. Пайғамбарымыз жаңа айтқанымыздай жуынып тазаланып, жақсы киімдерін киіп, барған көшесінен келесік басқа көшемен қайтқан еді дейді. Яғни не себептен өйтеді? Себебі басқа ауылдың немесе басқа көшенің адамдарын көрген кезде оларға сәлемдеседі, оларды айтпен құттықтайды. Бұл яғни жақсы нәрсемен құттықтаудың өзі ол да сауап. Сондықтан бұл да бір сүннет амалдарынан. Ол кезге мысалы кейбір қария кісі сұрап жатыр, кеше сағат 7-те оқиды екенсіздер дейді. Мен 7-ге 10 минут қалғанда барайын ба дейді. Ол кезде сіз келсеңіз дедім, оны сіз көшеде қалып кетесіз. Мысалы ертерек келіп, оған дайындалғанымыз жақсырақ. Кейбір бауырларымыз таң намаздан кейін қалып кететіндер бар. Бұл секілді оған ертерек келіп, мына араб елдерінде мысалы әйел адамдарға ол уәжіп емес еді ғой, айт намазға бару. Бала-шағаға уәжіп емес еді, бірақ олар не істейді? Бұл айт мейрамын соншалықты сезімді өткізу үшін, адамдардың барлығы ол нәрсені сезіну үшін әйел кісілерін де алып барады. Яғни мешіттердің барлығын әйел кісілерге береді айтты, еркектердің бәрі далада болады. Сол секілді олар да сондай уағыз тыңдап, бір жақсы бір қуанышпенен қайтуға. Жалпы осы айт мерекесі қанша күн тойланады? Бізде жалпы бұл ораза айт бір күн еді шариғат бойынша. Ал осы келе жатқан құрбан айтымызда ол 3 күн еді негізінен шариғат бойынша. Ал бірақ бізде қазақтар білесіз ғой, 3 күнге дейін тойлай беретін бізде. Алла риза болсын. Қош келдіңіздерді тағы да айтқым келеді. Құрметті телекөрермендер, осы Қазақстан Шымкент телеарнасында дін және дәстүр тақырыбындағы үлкен жобамыз бұл облыстық ішкі саясат және дін істері басқармасы әлеуметтік бастамалар орталығының тапсырмасымен жүзеге асырылып жатыр. Алдымыздағы, яғни бүгінгі кеште қадір түні күндеріңіз қадірлі болсын. Алдымыздағы Рамазан айт мейрамы құтты болып, бай қуатты болайық. Келесі эфирде жолыққанша күн қайырлы болып, алдымыздағы эфирдегі қозғалатын мәселе имам Азам Абу Ханифа мазхабының ерекшелігі және имам Матуриди ақидасының бүгіні мен
болашағы тақырыпта қозғалады. Қош, сау болыңыздар.